Сәлеметсіздер ме мұғалімдер? Бүгін сіздерге жасанды интеллекттің ән жазатын түрін таныстырғым келіп отыр. Яндекске немесе Google поискке Suno.ai деп жазасыздар. Осы сайтқа кіреміз, Suno.ai. Осы жерде кіргеннен кейін міндетті түрде біз тіркелуіміз қажет болады. Тіркелу жолы iPhone арқылы немесе номеріңіз арқылы немесе Google арқылы осылай тіркеле аласыздар. Мен телефонмен жұмыс жасап жүргендіктен қазір ноутбук арқылы кіріп отырмын. Google арқылы қазір кіретін боламыз. Міне менде мына жерде, яғни менің жасалған жұмыстарым, жазылған әндерім, ұстазға арнап жазған әнім, ауылым, біздің мектеп ең үздік деген осындай өлеңдерді жазып дайындағам. Одан бөлек тағы да көптеген өлеңдер жазып дайындадым. Қазақ тіл сабағына арналған, оқушыларға мотивациялық әндер жазып көрдім. Енді бұл жұмысты жасау үшін сіздер create деген, мына жерде create деген кіресіздер. Create дегенге кіргеннен кейін біз мына жерге керекті сөздерді жазамыз. Бұл жерде екі жол бар. Мына жерге сіздер ChatGPT деген жасанды интеллект арқылы кез келген әннің сөзін жаза аласыздар. Әннің сөзін жазып, мұнда копировать етіп әкеліп қоясыздар да, мына батырманы басасыздар. Содан кейін сіздерге өлең шығарып береді. Ендігі бір жолы, мысалы ана туралы өлең болса, анашым деп үтір арқылы кез келген анаға байланысты жүрегіңіз жарып шыққан сөздерді осыны жазып шығатын боласыз. Анашым, адал жан, ақпейілді, тағы қандай өзіңіздің жүрегіңіздегі сөздердің барлығын, анаға қатысты сөздерді осылай жазасыз. Егер сіз өзіңіз бір оқушыларға мотивациялық өлең болсын, немесе жаңағы қазақ тіл тақырыбына қатысты өлең жазатын болсаңыз, мысалы синтаксис деп алсақ, синтаксис үтір арқылы сөйлем мүшелері мынандай қандай сөздер болу керек, әннің ішінде барлығын осында жазып шығатын боласыздар. Мен мысал ретінде қазір сіздерге көрсететін боламын. Осылай көптеген сөздерді, сөйлемдерді, сөз тіркестерін үтір арқылы, нүкте арқылы жазып шығасыздар. Мен мына жерде ештеңені баспаймын. Бұл жерде таңдап аласыздар, қандай музыка, қандай стильде болу қажет. Лирикалық па, кей-поп па, соны таңдап аласыздар. Енді create деген батырманы басамыз. Create деген, яғни бізге ән шығарып береді деген сөз, дайындап береді. Тағы бір мына жерде айта кететін жайт, мына жоғарыда V4 деп тұр, V4, V3, 5. Бұл жерде бұның барлығы мағына береді. Яғни мына жерде 2 минуттық өлең шығарып береді максимум, V2 1 минуттық өлең шығарып береді, 3-5 4 минуттық өлең шығарып береді. Мына V2, V3-те акцент болады қазақ тілдегі өлеңдерге, ал V4-те ешқандай акцент болмайды, барлығы әдемі болып 4 минутқа дейінгі күшті өлеңдерді сіздерге шығарып беретін болады. Міне әннің сөзі. Anlaşım benim jarığım sen, yüreğimdeki naziken, adaldığının жақұтым мен. Міне осылай сіздерге кез келген өлеңнің жаңағы екі версиясын шығарып береді, екі нұсқасын. Мен мына жерде бірінші нұсқасын тыңдап тұрмын, енді екінші нұсқасы. Мына сөзі. Anlaşım benim jarığım sen. Міне
осылай кез келген әнді жазып шығара аласыздар. Әсіресе балабақшадағы әліппемен қоштасуға немесе ата-аналар жиналысында бір ерекше көңіл көтерерлік әндерді де осылай жаза аласыздар. Таныстыру өлеңдері, қыз сыны, жігіт сыны деген, жігіт сұлтаны деген нелерге, байқауларға да осылай сіздер ән шығара аласыздар. Енді өзіміздің жаңағы жұмысымызды жүктеу үшін My Workspace деп тұр. Осы жерден 3 нүктені басамыз. Donald деген басамыз. Мыразы аудио деп тұр. MP3 аудио деп тұр. Осыны басасыздар. Содан кейін сіздерге жұмыстарыңыз жүктелетін болады. Міне мен қазір сіздермен осы ән жазатын жасанды интеллекттің жолын бөлісіп отырмын. Мен жаңағы TikTok-тан байқап қалып отырмын. Осылай ән жазған платформаны ақылды түрде сатып жатыр. Өздері ән жазып береді сіздерге және оны ақылды түрде сатады екен. Өздеріңіз де кіріп, дәл осылай жазып, өзіңізге керек тақырыпты тегін қолдана аласыздар. 50 кредитке дейін, яғни 50 өлеңді тегін жаза алады. Одан кейін басқа аккаунтты ашып, тағы да кіріп өлең жаза беруіңізге болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, міндетті түрде әріптестеріңізбен де бөлісіңіздер. Лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.